聆听双语，学习知识，享受快乐。欢迎收看本期的双语双译。сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағы Джонго мен Қазақстан екі ел достығының дәнекері, орталық телевизиясының тұңғыш рет Қазақстанға жіберген тілшісі Шинрен Бекеш. 3月22号是哈萨克斯坦的纳乌鲁兹节，这一被列入联合国教科文组织非物质文化遗产的节日，在中亚地区被称作是春天的节日，象征着万物复苏，也标志着一年生活和工作的开始。按照当地人的习俗，过纳乌鲁兹节必不可少的一道美食是纳乌鲁兹粥。那么，就像中国人过年吃饺子、吃汤圆一样，纳乌鲁兹粥代表着团圆、幸福。那它是用什么做成的呢？Мерекеңіз құтты болсын. Бұл наурыз көже неден жасалған? Мұнда жүгері, тары, бидай, ет. Неге 7 түрлі қылады? Өйткені қазақта 7 саны қасиетті деп есептелінеді. 有点酸，但是很香甜。信任，一位来自新疆伊犁的年轻知识女性，2010年毕业于上海复旦大学。以高度的政治敏锐性、严格的组织纪律观念、流利的哈萨克语、英语和扎实的中文功底，成为中央电视台首任驻哈萨克斯坦记者。他在哈萨克斯坦的3年时间里，把哈萨克斯坦的发展变化和哈萨克文化原汁原味地展现给中国乃至全世界的观众，被网友亲切地称为传递中哈友谊的使者。在很多这个新闻报道中都看到信任的这个哈语说的非常流利啊。那你这个哈萨克语是从小开始学的吗？怎么会？对，很多朋友都问我这个问题，就说你的哈语为什么那么好？这个还要感谢我的父母，在我上小学的时候做了一个比较有远见的一个决定吧。当时哈萨克斯坦独立，然后我爸爸认为哈语就可以作为一门外语来学，就想把我送去哈语学校学学看。刚开始学的时候，我是一句哈语都不会。当时我记得还有一个比较好玩的故事，这段用哈语来说吧。кезінде мынандай бір әңгіме болған. Ол кезде үйдегілер қазақша білмейді ғой. Мен өзім де қазақша білмеймін. Сосын мектепте бірінші класстан бастап. Сосын мұғалім сабақ өтеді қазақшамен. Сосын өтіп алғаннан кейін маған келеді, қанша мен қайтадан бір рет түсіндіріп береді. Бірінші класс әліппе үйренетіндер бәрі біледі. Әліппе ол бірінші маусымда әріптерді үйренеді. Иә, әріптерді үйренеді. Сосын маусымдық емтиханда мындай бір болған сөздерді береді, артында жақша болады. Бұл сөздер қанша әріптен құралған деген санайсың, қанша әріпті. Сол цифрды жақшаның ішіне жазасың. Сосын мұғалім түсіндіріп берді, осыны қанша әріптен құралған жазу керек деді. Сосын иә орындадым солай. Екінші маусымға келгенде текст үйрене бастадық. Бірінші сабақ ол біздің класс өте тамаша деген текст болатын. Оның басы қандай еді? Біздің класс өте тамаша, терезелері кең әрі қалай сондай, таза сондай. Біздің мектеп па? Сол. Сосын үйге барғаннан кейін тапсырма орындаймыз ғой. Ол тапсырма мынандай болған. Текстке қарап бос орын толтыру. Мысалы, біздің мектеп өте жақша. Сосын терезелері жақша. Ол жақшаның ішіне әсілі толтыратын тамаша, терезелері кең дегендер ғой. Бірақ мен түсінбеймін. Үйдегілер де қазақша түсінбейді. Сосын мен ойладым, алдыңғы маусым емтиханда осындай бір жақша болған еді ғой. Әріптерін санау керек шығар дедім. Солай әріптерін бірден санадым. Кейбіреулер өте көп, жүзнеше болып шықты. Сосын ойладым, бұл қалай болды? Бәлкім екінші маусым болған соң қиындалған шығар деп солай жаздым. Екінші күні 0 алдым. Сан жазып қойдым. Екінші күні 0 алдым. Бұны менің әке-шешем қазірге дейін білмейді. Қорқасың ғой, көрсетпейсің ғой. Сол осылай бірте-бірте бір ауыз қазақша білмегеннен қазірге дейін осындай қазақшаны енді өте жақсы сөйлей аламын деп айта алмаймын, бірақ та рахмет. Қазірге дейін қалай үйрендіңіз десеңіз, бір ауыз сөз ол құлшынғаныкі. Өйткені мен сені құлжадан үйрендің, ә? Құлжа облыстық бірінші ортадан үйренгем. Ол кезде емтиханнан бұрын мен әліппе дейінші
қазақ тіл болсын, грамматика болсын, барлық мазмұндар, сөздер, қайсы сөз қаншасыншы бетіндегі қай жер екенін жаттай аламын. Сол құлшынып үйренгендікі деп ойлаймын. Қазақшаны нешінші классқа шейін оқыдың? Былайша айтқанда толықсыз орта бітіргенге дейін оқыдым қазақшаны.初中毕业给定。高中нан бастап сосын кейін内高.内高南京да оқыдым. сосын复旦大学да оқыдым. сосын 进了央视, сосын қазақстанға бардым. 在哈萨克斯坦工作的3年里，从秀美风光、自然灾害、体育赛事到议会改选、节日庆典、文化活动，信任的报道涉及哈萨克斯坦政治、经济、社会以及中哈两国人文交流、双边贸易往来的方方面面。在不断的历练和探索中，信任对哈萨克斯坦和哈萨克文化有了更深的了解和特殊的情感。可能是因为我从小就学哈语的缘故吧，我觉得我对哈萨克这个民族有一种特殊的感情。那么2010年的12月24号，我跟我的同事，我们是抵达了哈萨克斯坦的首都阿斯塔纳，建立我们央视在中亚的首个记者站。作为一个记者，我是客观的来关注这个国家的方方面面。那么作为个人，我肯定是带有感情的来关注这个国家的变化和发展。那么哈萨克斯坦从我去的第2年举办亚冬会，一直到现在成功申请2017年世博会，我觉得哈国它自身的发展也好，在国际上的认知度也好，不断的在提高。那么中哈的关系呢，也是就是一直以来都非常的友好。去年9月份，习主席访问哈萨克斯坦的时候，同哈国总统一起在专机上共进早餐，这个也是在外交史上非常罕见的。所以可见中哈两国，包括国家元首，还有这个两国的人民之间的友谊，一直都是非常好的。所以呢，我也希望这中哈友谊可以长存。那么个人对哈萨克这个民族的感觉，就是因为是生活在草原上的民族，所以心胸比较宽阔。akbingil kimpil akgongol，对，akgongol就是这样的一个感觉。我觉得可能你有时候自己也就觉得自己是哈萨克族，是有那种感觉。反正我经常会被人认为是哈萨克族。有一次我在国外采访一个议员的时候，他是哈族，然后我跟我的摄像用中文沟通，然后用哈语采访完以后，他说：“Ой қызым, сіз қытайшаны өте жақсы сөйлейсіз, қайдан үйрендің дейді。”所以我当时没反应过来қытайдан үйрендім，在哈国中国的қытай деп айтады ғой. қытайдан үйрендім дедім. 后来我自己才反应过来жоқ аға, мен өзім қытаймын, бірақ мен қазақша үйрендім。对驻外记者这一行业，很多人认为是周游世界、遍访名流，工作一定轻松惬意，令人羡慕。事实上，驻外记者的生活却有着常人想象不到的艰辛，有时甚至危险相伴。信任也曾经历令自己终身难忘的突发事件。难忘的经历有很多，比如说，现在让我回想阿斯塔纳，就是一个字儿冷。冬天零下40-50度，对，40-50度的时候，有时候会一个人拎着机器出去拍摄，可能拍个2分钟就必须回车里休息一下，因为就是对我们机器的电池都被冻坏了，然后就经常被冻的流眼泪，不是心理，是生理上它就会自动流眼泪，所以条件还是比较艰苦的。那么最难忘的一件事情，可能应该就是在2013年年初的时候，哈萨克斯坦有一架客机坠毁了。当时知道这个消息以后，我就立马跟台里做了一个电话连线，然后因为是在阿拉木图坠毁的，我是在阿斯塔纳，在首都，然后紧接着我就立马想要坐最早的一个航班飞去事故现场。当时据说就是坠机的原因是跟特别恶劣的天气状况有关。当时我准备飞的时候，天气情况还是没有好转，所以其实我自己还是很担心的，因为我在生活中是一个非常胆小、非常惜命的人。然后起飞之前给家里打了一个电话，然后爸爸妈妈都很不放心，不想让我去，说你这个可不可以就是拖一拖，晚一点再去。但是作为一个记者，你的本能就是想要尽全力在第一时间赶到第一现场。我还是就是不知道哪来的勇气，我就义无反顾的上了飞机，然后颠簸很厉害，
然后就摇摇晃晃的，就终于安全降落了。降落之后，我就赶去了现场，看到了很多遇难者的家属，都很难过，然后心情也非常沉重。之后就是连夜下着雨夹雪，然后大雾，天气各种恶劣。等我拍完片子，然后做好回传到国内，天都快亮了。然后做完片子以后，我才发现自己就是被那雪跟雨淋的衣服都湿透了。就前面做片子都没有感觉到，没有意识到。然后等片子做完了回传回去以后，才发现都湿透了。所以这个经历比较难忘吧。和所有的驻外记者一样，信任既是信息的收集者，又是新闻的发布者。作为国家和人民的耳目喉舌，还必须有一种信念，一种使命感，一种对事业的忠诚。而除此之外，在中亚从事新闻记者工作，还应当具备怎样的素质和技能呢？我觉得需要的技能很多，比如说你的语言一定要过关，你的中文，如果在哈萨克斯坦的话，包括哈语、俄语，还有英语。英语也很重要，因为在中亚经常会有一些国际性的会议召开，所以就是对英语的要求也非常高。那么除了语言之外，你还得会生活，你要会照顾自己，会忍受孤独，可以独处一个人。还有很重要就是业务方面，你可能又要当司机，又要当策划，又要当摄像，有时候又要当编辑，又要当记者，有时候可能紧急情况下得自己拍自己，很多，所以还是比较辛苦的。但是我觉得总结下来的话，就俩字儿吧，就是敬业。如果一个人他非常热爱他的工作，他能很敬业的话，那么他方方面面应该都能做到很专业。自1992年中国与哈萨克斯坦建交以来，无论国际风云如何变幻，两国关系始终保持着健康快速的发展势头。在相互信任和相互尊重的基础上，两国人民共同见证了一个又一个值得纪念的历史时刻。而作为这些历史时刻的记录者和传播者，我们感谢和信任一样奋斗在一线的记者们。人如其名，我们也相信信任会在未来的工作中为我们带来更多的精彩报道。感谢收看本期的双语双译，更多精彩内容敬请关注中国民族广播网卡扎克斯坦的微信、微博公众平台。祝大家生活愉快！